Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен оқтаусыз медовик балды торт жасайтын боламыз. Қазіргі таңдағы хит рецепттердің бірі. Ендеше видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Бізге жұмыртқа қажет, оны миксерге қосып қоятын боламын. Ыдысымызда бал мен шекерді орташа отта қоятын боламыз. Міндетті түрде қозғап тұрамыз, біздің массамыз күйіп кетеді. Осылай көпіршіктенгенде пищевая содамызды салып, ол кезде де міндетті түрде қозғап тұрамыз. Қозғауды тоқтатпаймыз, өйткені біздің массамыз шеттері қарайып күйе бастайды. Қоңырқай түске енген кезде ғана өшіретін боламыз. Сол кезде ғана біз сары майымызды саламыз. Біздің массамыз қатты күйді, маған осындай ыңғайлы. Қатты күйдірмесеңіздер де болады. Бұл кезде абайлап жасайтын боламыз. Қолдарыңыз күйіп қалуы әбден мүмкін. Астын өшіріп қойыңыздар, міндетті түрде сары майды салатын кезде. Барлығын араластырып болғаннан кейін біздің жұмыртқаларымыз ағарғанда осылай құятын боламыз. Ұнымызды салып, разрыхительді міндетті түрде қосып жүріңіздер, өйткені біздің содамыз ыстыққа түскеннен кейін көтерілмей қалады біздің тестамыз. Сол үшін разрыхитель саламыз. Форманың размері 20. Осылай өлшеп алып пісіріп алдым. Әр коржға 2 қасықтан салдым. Жұқалап жағасыздар. Ол біздің тестамыз көтеріледі. Енді крем дайындаймыз. Ыдысымызда сүт және сары уызымызды саламыз. Шекерімізді салып, ұнымызды салып, ұнымыздың іртік-іртіктерін жазып алатын боламыз. Біркелкі болғанша араластыратын боламыз. Біздің сұйықтығымыз дайын. Астын отқа қойған кезде үзбестен қозғап тұрамыз, өйткені астында ұндарымыз жабысып қалады. Қоюланған кезде барып өшіретін боламыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды 10 минуттай миксерлеп алатын боламыз. Сосын барып біздің суыған жаңағы дайындап алған сұйық массамызды, кремімізді құятын боламыз. Ыстықтай құюға болмайды, біздің сары майымыз еріп кететін болады. Сол себепті барынша суығаннан кейін барып осылай миксерлейтін боламыз. Шетінен корждарымызға кремдерімізді жағып шыға береміз. Соңғы коржды қойдым, бетіне крем жағып жатырмын. Бір коржды алып қалдым. Осыны ұнтақтап, шетіне, бетіне, барлық жеріне тегізіп жағып шығатын боламыз. Блендермен езіп алдым. Ұнтақтарды барлық шетіне жағып, холодильникке бір түнге қоямыз. Міне бізде бір түн өтті, крем өзіне сіңді. Дәмі өте керемет. Кішкене күйдірілгеннен кейін өзгеше дәм береді. Қалағанша сәндесеңіздер болады, немесе сәндемей жей берсеңіздер де болады. Егер де видеом сіздерге ұнаған болса, каналыма жазылып, қоңыраушаны басып қойды ұмытпаңыздар. Тек қана жақсы рецепттермен бөлісетін боламын.